Қайырлы күн! Бүгін біз планетамыздағы ең көп таралған жануарлар типі буынаяқтылармен танысамыз. Олар негізгі 3 классқа бөлінеді. Бунақ денелілер, өрмекші тәрізділер және шаян тәрізділер. Бірінші класс бунақ денелілер. Бұған біз білетін аралар, көбелектер мен құмырсқалар жатады. Олардың денесі нақты 3 бөлімнен тұрады: басы, көкірек және құрсағы. Көкірек бөлімінде 3 жұп аяғы болады. Басында бір жұп мұртшасы және күрделі фасетті көздері орналасқан, көпшілігінің қанаттары болады. Екінші класс өрмекші тәрізділер, мысалы қарақұрт, бүйе және кенелер. Бұлардың денесі 2 бөлімнен, бас, көкірек және құрсақтан тұрады. Өрмекшілерде 4 жұп аяқтары болады. Ең басты айырмашылығы, оларда мұртша мүлдем болмайды. Көздері қарапайым. Үшінші класс шаян тәрізділер. Мысал ретінде өзен шаянын, теңіз шаянын немесе аш шаянды алуға болады. Бұлардың да денесі бас, көкірек пен құрсақтан тұрады. Шаяндардың 5 жұп жүру аяқтары бар. Басында 2 жұп мұртшасы болады. Көздері қозғалмалы, өскіншелерде орналасқан күрделі құрылысты. Сонымен аяқтарының санына және дене бөлімдеріне қарап, буынаяқтарды оңай ажыратуға болады.